Бұл менің ұлымның бөлмесі. Қолда не бар, қандай мүмкіндік бар, соған қарай жасаймын. Ал олай болса, іске сәт. Құрылысшылар үйді тұрғызып кеткенде, үйдің іші де, сырты да тек черновой ремонтпен қалды. Себебі үй тұрғызу жобасына арналған бюджет таусылған еді. Енді ақшаны қатаң үнемдемесем болмайды. Сол себепті үйдің ішкі әрлеу жұмыстарын, дизайнын және декорациясын өзім өз қолыммен жасаймын деп шешім қабылдадым. Қабырғаларға грунт жағып шығып, артынан акрилді бояумен бояймын. Ал ескі мебельдерді реставрация жасаймын. Арасында бау-бақшаға да қараймын. Жеміс ағаштарына дәрі шашып жатырмын. Құрттай бастапты. Заттарды салып, жинап қоюға арналған қорапша жасап жатырмын. Әрі әдемі көрінеді, әрі ыңғайлы жинақы болады. Бөлмеге декор жасап, пердесін де тігіп, іліп қояйын. Құдайға шүкір, бүгін ұлымның бөлмесінің әрлеу жұмыстарын аяқтадым. Арнаға өтіп қараңыз. Барлық бөлмелердің ремонтын, яғни әрлеу жұмыстарын қалай жасағанымды көрсетіп шықтым.